Өңірлердің тұрақты дамуы ең алдымен жергілікті тұрғындардың белсенділігі мен еңбекқорлығына байланысты. Бұл ретте өзінің кәсібін адал еңбекпен дөңгелетіп, қоғамға пайдасын тигізіп жүрген азаматтар өңір дамуының тірегі. Осындай жандардың бірі Жаңатоған ауылының тұрғыны Ғалымжан Омаралиев. Ғалымжан Омаралиев үйдің сыртына арналған термопанель жасаумен айналысатын шебер. Ол өз қолымен сапалы әрі қолжетімді материал өндіріп, ауыл тұрғындарына жайлы әрі көрікті үй жасауға көмектесіп келеді. Бастапқыда заңгер мамандығын игергенімен, жүрек қалауымен құрылыс саласына бет бұрып жаңа кәсіп бастаған. Қолмен жұмыс істеуге бейімділігін байқап, өзі үйреніп, ізденіп жүріп, бүгінде сұранысқа ие өнім шығара бастады. Кәсіпкердің айтуынша бұл толықтай отандық өнім, себебі шикізатты, керек қоспаларды да отандық өндірушілерден алады екен. Қазір ауыл тұрғындарының заказын жасап жатырмыз, жарнама жасап жатырмыз. Жарнамамыз жаман емес, қазір TikTok арналарына шығып, реклама беріп жатырмыз, жарнамалар. Өндірістің сапасы өте жоғары. Біз сапаға көп көңіл бөлеміз. Ғалымжан Омаралиев тек жеке табыс көзіне емес, сонымен қатар жергілікті экономиканың дамуына үлес қосып отқан азамат. Алдағы уақытта шағын цех ашып, қосымша жұмыс орындарын құруды көздеп отыр. Сондай-ақ мемлекет ұсынатын жеңілдетілген несие, гранттар және қолдау бағдарламаларына қатысып, кәсібін жаңа деңгейге шығарғысы келеді. Бұл ауылдағы жұмыссыздықты азайтуға, жастарды еңбекке баулуға, кәсіпке деген ынтаны арттыруға бағытталған маңызды қадам. Нұрдәулет Мұса, Елдар Түстікбай, 24 News.